Мағжан Жұмабаев даңғылы Нұр-Сұлтан қаласының оңтүстік шығысында, Алматы ауданында орналасқан маңызды магистраль. Абылайхан даңғылынан басталып, Ахмет Байтұрсынұлы көшесімен аяқталады. Бейімбет Майлин, Бауыржан Момышұлы, Обаған, Балқантау, Айнакөл, Рақымжан Қошқарбаев көшелерін қиып өтеді. Ұзындығы 3197 метр. Мағжан Жұмабаев алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі. Тұңғыш өлеңінен бастап әлеуметтік тақырыпқа дейін қойып, ағартушылық, ұлт-азаттық, демократияшыл бағытты ұстанады. Ол Абай поэзиясының өшпес маңызын бірден танып, оны хакім деп атады. Мағжан Жұмабаев даңғылының бойында Еуразия гуманитарлық институты, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің нөмірі 3, 4 және 5 студенттер үйі және мейрамханалар орналасқан. Даңғылда қала тұрғындары арасында кеңінен танымал жерұйық саябағы тұр. Бұл саябақтың негізін сонау 1998 жылы Нұрсұлтан Назарбаев жас көшеттерді отырғызу арқылы салған. Бірақ ресми ашылуы тек 2008 жылы болды. Саябақтың жалпы аумағы 21 гектар. Бұл жерде 11 түрлі ағаштар мен бұталардың 10 мыңнан астам данасы отырғызылған.